Көз алдыңызға қарапайым бір таңды елестетіңіз. Сіз оянасыз. Үй іші әлі тыныш. Жарық перденің арасынан жай ғана өтіп тұр. Сіз ас үйге барасыз. Бір стақан су алып, баяу жұтасыз. Бұл сіз үшін үйреншікті нәрсе. Осылай сіз өмір бойы істеп келдіңіз. Сол сәтте сіз өзіңізге пайдалы нәрсе жасап жатырмын деп ойлайсыз. Бірақ мен 40 жылдан астам медициналық тәжірибемде мыңдаған рет қайталанған бір қателікті көрдім. Өте қарапайым бір әдет. Бір қарағанда зиянсыз көрінетін әрекет. Бірақ уақыт өте келе ол адам денсаулығын баяу бұза бастайды. Бүгін мен сізге көп адам айтпайтын бір маңызды нәрсені айтқым келеді. Бұл қымбат дәрілер туралы емес. Бұл күрделі процедуралар туралы емес. Тіпті диета туралы да емес. Бұл қарапайым су туралы. Иә, дәл сол су. Сіз күн сайын ішетін су. Бірақ мәселе оны қалай ішетініңізде. Және ең бастысы оған не қосатыныңызда. Дәл осы жерде жүрек, қан тамырлары және тіпті ми денсаулығының кілті жасырынған. Мен бір науқасымды жақсы есімде сақтап қалдым. Ол кезде оған 68 жас еді. Ол маған келіп былай деді: доктор, мен үнемі шаршаймын. Қол аяғым тоңады. Басым айналады. Сосын ол қосты: мен бәрін дұрыс істеп жүрмін. Әр таң сайын су ішемін. Өзіме қараймын. Бірақ жағдайым жақсарудың орнына нашарлап барады. Мен оның жағдайын зерттей бастадым. Сол кезде бір маңызды нәрсені байқадым. Ол су ішетін. Бірақ оны дұрыс ішпейтін. Және ең бастысы, оның ағзасына бір маңызды элемент жетіспейтін. Өте қарапайым нәрсе. Бірақ дәл сол нәрсе барлығын өзгерте алатын еді. Мәселе мынада, жас ұлғайған сайын біздің қан тамырларымыз өзгереді. Олар бұрынғыдай серпімді болмайды. Қан айналымы баяулайды. Жасушаларға оттегі аз барады. Сондықтан адамда шаршау пайда болады, әлсіздік сезіледі, есте сақтау нашарлайды, қол аяқ тоңады, қан қысымы өзгереді, жүрекке жүк түседі. Көп адамдар мұны жас келді деп ойлайды. Бірақ бұл әрдайым жасқа байланысты емес. Өте жиі бұл дұрыс емес әдеттердің салдары. Әсіресе таңертеңгі әдеттердің. Себебі таң бұл өте маңызды уақыт. Дәл осы сәтте сіз ағзаңызды дұрыс іске қоса аласыз, немесе оны одан сайын баяулатып жіберуіңіз мүмкін. Міне ең бірінші маңызды нәрсе, ешқашан оянғаннан кейін суды бірден тез ішпеңіз. Көп адамдар стаканды алып, бірден ішіп қояды. Әсіресе су салқын болса, бұл ағза үшін стресс. Қан тамырлары күрт тарылып кетеді. Қан айналымы баяулайды. Жүрекке қосымша күш түседі. Сіз пайда әкелемін деп ойлайсыз, бірақ керісінше әсер аласыз. Дұрыс тәсіл қандай? Алдымен баяу ояныңыз. Орныңыздан бірден тұрмаңыз. Отырыңыз, бірнеше рет тыныш, терең дем алыңыз. Содан кейін ғана суды кішкентай жұтыммен ішіңіз. Асықпай, бірақ бұл әлі ең маңыздысы емес. Ең маңыздысы судың құрамында. Енді ең маңызды нәрсеге келейік. Көп адамдар ойлайды, су ол жай ғана су. Қалай ішсең де бәрібір. Бірақ бұл олай емес. Әсіресе 60 жастан кейін қарапайым су ағзаға бұрынғыдай әсер етпейді. Неге? Себебі ағза әлсірейді емес, ол көбірек қолдауды қажет етеді. Дәл осы жерде. Бір өте қарапайым, бірақ маңызды нәрсе бар. Бұл тұз. Иә, сіз дұрыс естідіңіз. Бірақ бұл жерде өте маңызды бір нәрсе бар. Бұл көп мөлшердегі тұз туралы емес. Керісінше өте аз мөлшер туралы. Шамамен пышақтың ұшындай ғана. Неге бұл маңызды? Өйткені біздің қанымыз жай ғана сұйықтық емес. Оның ішінде минералдар бар. Соның ішінде натрий. Жас ұлғайған сайын ағзадағы минералдардың балансы бұзылады. Ал таңертең тек таза су ішу кейде бұл тепе-теңдікті одан әрі әлсіретеді. Нәтижесінде әлсіздік, бас айналу, қысымның тұрақсыздығы, энергияның жетіспеуі пайда болуы мүмкін. Ал аз ғана тұз қосылған су осы балансты жұмсақ түрде қалпына келтіруге көмектеседі. Мен өз тәжірибемде осыны қолданған көптеген адамдарды көрдім. Бірнеше аптадан кейін олар былай дейді: доктор, мен өзімді жақсырақ сезінемін, қол аяғым бұрынғыдай тоңбайды, энергиям көбейді, басым ашық жұмыс істей бастады. Бұл цифр емес. Бұл физиология. Бірақ тағы бір маңызды элемент бар.
Бұл лимон. Суға аз ғана лимон шырынын қосу ағзаға қосымша пайда береді. Лимон не істейді? Қан тамырларын кеңейтеді, қан айналымын жақсартады, жүрек жұмысын қолдайды, бірақ мұнда да бір ереже бар, көп қоспау керек. Бар болғаны бірнеше тамшы жеткілікті. Бұл жерде мақсат дәм емес. Мақсат ағзаға жұмсақ көмек беру. Енді бір сәт ойланып көріңіз. Сіз қанша жылдан бері суды бірдей тәсілмен ішіп жүрсіз? 10 жыл, 20 жыл, мүмкін 30 жыл. Және осы уақыт ішінде ешкім сізге оны басқаша ішуге болатынын айтқан жоқ. Мен мыңдаған адамдарды көрдім. Олар тек бір кішкентай әдетті өзгертіп, үлкен нәтижеге жетті. Өйткені денсаулық әрдайым күрделі нәрсе емес. Көбінесе бұл күнделікті қарапайым әрекеттер. Бірақ тағы бір жиі кездесетін қате бар. Оны міндетті түрде айту керек. Ешқашан таңертең мұздай су ішпеңіз. Салқын су не істейді? Қан тамырларын тарылтады, қан айналымын баяулатады, жүрекке салмақ түсіреді, әсіресе 60 жастан асқан адамдар үшін бұл өте маңызды. Ең дұрыс таңдау жылы су. Өте ыстық емес, өте суық емес. Ағзаға жайлы температурада. Сонда ағза оны жылытуға энергия жұмсамайды және бірден дұрыс пайдаланады. Тағы бір ұсақ, бірақ маңызды нәрсе, суды тұрып ішпеңіз. Және асығып ішпеңіз. Бұл қарапайым көрінуі мүмкін. Бірақ дене қалпы да маңызды. Отырыңыз, тынышталыңыз, бір жұтым алыңыз, судың ағзаңызға қалай өткенін сезіңіз. Ағзаңызға уақыт беріңіз. Өйткені денсаулық жылдамдық емес. Бұл ұсақ бөлшектерге назар аудару. Мен әрқашан пациенттеріме айтамын, сіз жасыңызды басқара алмайсыз. Бірақ сіз өз әдеттеріңізді басқара аласыз. Ал дәл сол әдеттер сіздің қалай өмір сүретініңізді анықтайды. Әлсіз болып па, әлде қуатты болып па, шаршаңқы ма, әлде сергек пе, кейде айырмашылық үшін бір ғана қарапайым өзгеріс жеткілікті. Енді өзіңізге бір сұрақ қойып көріңіз. Егер бір қарапайым әдет сіздің жағдайыңызды жақсарта алса ше? Егер таңды дұрыс бастау сіздің энергияңызға, жүрегіңізге, тіпті ойлау қабілетіңізге әсер етсе ше? Көп адамдар үлкен өзгерістер күтеді. Қымбат дәрілер, күрделі емдер, қатаң диеталар. Бірақ шындық мынада, ең үлкен нәтижелер көбінесе ең қарапайым әрекеттерден басталады. Сондықтан ертең таңертең бәрін басқаша жасап көріңіз. Асықпаңыз, оянған соң бірден тұрмаңыз. Бірнеше секунд тыныш жатыңыз. Содан кейін жайлап отырыңыз. Терең тыныс алыңыз. Сосын бір стақан жылы су алыңыз. Оған өте аз мөлшерде тұз, бірнеше тамшы лимон қосыңыз. Және ең бастысы, оны асықпай ішіңіз. Әр жұтымды сезініңіз. Бұл жай ғана су емес. Бұл сіздің ағзаңызға берілген белгі. Мен саған қамқормын деген белгі. Бір күн байқап көріңіз. Сосын 3 күн. Бір апта. Өзіңізді бақылаңыз. Мүмкін сіз мынаны байқайсыз. Таңертең жеңілірек оянасыз. Денеңізде жылылық пайда болады. Басыңыз анық жұмыс істейді. Энергияңыз көбейеді, ағза әрқашан жауап береді. Бірақ оған дұрыс жағдай жасау керек. Мен мұны теория ретінде айтып отырған жоқпын. Мен мұны мыңдаған адамдардың тәжірибесіне сүйеніп айтып отырмын. Кейде адамдар өмірін өзгерту үшін үлкен нәрсе іздейді. Ал шешім күнделікті қарапайым әрекеттердің ішінде жатады. Өзіңізді күтіңіз. Жүрегіңізді қорғаңыз. Қан тамырларыңызды күтіңіз. Өйткені олар сіздің өміріңіздің негізі. Және әрқашан есте сақтаңыз, денсаулық күрделі нәрседен басталмайды. Ол қарапайым әдеттерден басталады. Егер бұл ақпарат сізге пайдалы болса, осындай маңызды, бірақ көп айтыла бермейтін кеңестерді білгіңіз келсе, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Ал ең бастысы, өзіңізді және жақындарыңызды күтіңіз. Сау болыңыз.